Сәлем достар, менің атым Донни. Мен Алақай Қуыршақ театрының әртісі Гүлнар ханымның үйінде тұрамын. Қазіргі карантин кезінде біз үйде өте көңілді уақыт өткіземіз. Алдымен ұйқыдан тұрған соң екеуміз шай ішеміз. Сонан кейін үйді жинап, гүлдерді суарамыз. Гүлнар ханым менің ең жақын досым. Ол менімен әртүрлі ойындар ойнайды. Маған неше түрлі ертегілер оқып береді. Және де екеуміз керемет жұмбақтар шешіп ойнаймыз. Ал балалар, сендер әдемі бір ертегі тыңдағыларың келе ме? Олай болса, мен сендерге тыңдаған бір ертегімді оқып берейін. Ертегінің аты Қасық пен айыр деп аталады. Ертеде қасық пен айыр өмір сүріпті. Қасық өте ерке, мақтаншақ, ал айыр болса салмақты да ақылды болыпты. Бір күні қасық айырды үйіне қонаққа шақырыпты. Ол айырдың сорпа іше алмайтынын біліп, әдейі сорпа дайындапты. Сорпаны іше алмай, әбден қарны ашқан айыр қасыққа ештеңе білдіртпей, рахметін айтып кетіп қалыпты. Күндердің күнінде айыр қасықты да қонаққа шақырыпты. Сөйтіп, айыр неше түрлі дәмді тағамдар дайындап, қасықты қарсы алыпты. Айырдың үйіне қонаққа келген қасық дастарханды көріп қатты ұялыпты. Өйткені дастарханда небір әдемі тағамдар толып тұрды. Бірақ қатты ұялған қасық ештеңе жеместен басы салбырап отыра беріпті. Сонда айыр қасыққа: «Ұялма достым, тамақтан ал, екеуміз доспыз ғой, мен саған ренжімеймін» депті. Сөйтсе де қасық ештеңе жей алмай отыра беріпті. Ал айыр болса қасықтың қасына келіп, оны иығынан құшақтап: «Хай достым, тамақ ал, ренжіме дедім ғой, мен де саған ешқандайда ренішім жоқ» депті. Сол кезде қасық айырға достық қолын созып: «Кешірші мені достым, енді ешқашанда мен де сені ренжітпеймін» депті. Міне, сөйтіп қасық пен айыр ажырамастай әлі күнге дейін бірге дос болып жүр екен. Ал балалар, менің сендерге оқыған ертегім ұнады ма? Олай болса, қазір мен сендерге бір жұмбақ жасырайын. Мұқият болыңыздар. Сумен кірді ашады, өзі судан қашады. Бұл не балалар? Әрине дұрыс айтасыңдар. Бұл сабын. Олай болса балалар, қолдарыңызды жиі сабынмен жуып, үйде отырыңыздар. Ал келесі кездескенге дейін сау болыңдар балалар.